Сәлем достар, менің есімім Салтанат. Бүгін сіздермен бірге орама ханумды духовкаға пісіретін боламыз. Ал бастайық. Ыдысымызға бір жұмыртқамызды салып аламыз. Бір стакан сүтімізді жылы, жарты стакан суымызды салып аламыз. Бір қасық қант саламыз. Бір қасық ашытқы саламыз. Барлық массаны араластырамыз. Енді 45 грамм сұйық майымызды құямыз. Үстінен тұзымызды саламыз. Ұнымызды салып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз дайын болып қалды. Енді бұны 20 минутқа бетін жауып, пакетпен 20 минутқа қалдыратын боламыз. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасын дайындаймыз. Ыдысымызға 400 грамм фарш, 2 дана пияз, 1 картопты турап, үкіштен өткізіп аламыз. Қара бұрышымызды саламыз, зіремізді саламыз, тұз салып, барлық массаны жақсылап араластырып аламыз. Арадан уақытымыз өтті, 20 минут. Енді қамырымызды пышақпен ортасынан 2 бөліп аламыз. Ал енді тесталарымызды дәл осындай етіп бөліп шығамыз. Ал енді барлық қамырларымызды солай етіп алдық. Бетін пакетпен жауып, біреу-біреуден алып жаятын боламыз. Бір-біреу алып, қамырларымызды жұқа етіп жайып аламыз. Ал міне қамырымыз жұқайып жайылды. Енді үстіне сармайымызды жағып шығамыз, біркелкі қылып. Енді жаңағы ішіне салмасына көп те салмаймыз, азырақ салып, барлық жеріне салып шығамыз.
Енді оқтауымызбен дәл осылай орап шығып, видеодағыдай етіп, дәл осылай істейтін боламыз. Жан-жақтарын дәл осылай дұрыстап, листімізге қоямыз. Барлығын дәл осылай жайып, сармайымызды жағып, ішіне салмасын салып, дәл видеодағыдай етіп, фарш салмамызды салып орап шығатын боламыз. Ал міне барлығын жайып алдым. Енді кішкене сүтпен бір жұмыртқаның сарысын араластырып, бетіне жағып шығамыз жұмыртқаны. Бетіне қара ақ күнжітімізді сеуіп аламыз. градуста 35-40 минутқа пісіріп аламыз. Ал міне ханымдарымыз, духовкадағы ханымдар пісіп шықты. Үйде жасап көріңіздер, өте дәмді, кісір-кісір дейді жеген кездеріңізде. Ішіндегі фарш, пияздарының барлығы піскен, жеген кезде кіртілдеп тұрады қамыры, өте дәмді. Үйде жасап көріңіздер. Менімен бірге видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Баршаңызға. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Келесіде қандай видеолар көргілеріңіз келеді, комментарий бөліміне жазыңыздар. Баршаңызға рахмет.